Саламатсыздар ма? Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге фикус жайлы айтатын боламын. Ең маңызды ата кетсек, фикус өспей қалып тоқтап қалады. Не сол жайында айтатын боламын. Мына фикусты мен көктемде пересадка жасадым. Дүкеннен сатып алып келіп, толығымен тамырын тазаладым. Келіп жатқан топырақтан. Сосын жаңа топырақ салып отырғыздым. Өлген жоқ, жақсы өсіп тұр, бірақ өсуін тоқтатты. Қарасаңыздар міне. Сол күйе тоқтап тұрғанына бір 3-4 ай болды. Өспей қалды, бірақ сау вроде да. Енді осыны не істеу керек? Барлығыңызды сол сұрақ мазалайды. Енді мен не істеу керектігін айтатын боламын. Қазір видео жалғасады, тамыр жүйесінің барлығын көрсетемін. Міне фикусты ыдысынан алып көрсетейін. Тамыр жүйесін қараңыздар, керемет, дамыған, көріп тұрсыздар, иә. Қазір мен айналысатыным, қазір мына фикусты мына жерден қиып тастағым келіп тұр. Яғни біз істейміз, мына фикустың ең жоғарғы жағын қию арқылы басқа да почкалардың, жаңа өркендердің өсуіне, дамуына жол береміз. Міне сондықтан қазір сіздермен бірге осы фикусты қиятын боламыз. Міне фикусты көрініп тұр ма, иә? Қараңыздар, қазір үстіңгі жағы қиямын. Сіздерге көрінеді ме? Әдейі сіздерге көріну үшін камераны төмен қойдым. Бір почкасын ғана қиып тастаймын. Үстіңгі почканы қиям. Бисмиллах. Міне жоғары жағын қиып алып тастадым. Пышақ міндетті түрде таза болу керек. Спиртке сүртіп алсаңыздар да болады. Міне қарасаңыздар, сөлі ағып жатыр жоғары жағында. Ол жақсы, яғни тірі деген сөз. Енді бұйырса басқа жақтардан почка оянатын болады. Қазір солын сүртіп, душқа жақсылап жуып жіберемін және суарып, әрі қарай күтімін жасай беремін. Алла қаласа видеоның жалғасы болады. Яғни почка оянды ма, әрі қарай не болды, сіздерге алдағы уақытта көрсететін боламын. Арада біршама уақыт өтті. Фикусты кескеннен кейінгі көріністі көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, жаңадан почка оянып, жаңа жапырақ ашқалы жатыр. Міне фикусымыз керемет, қараңыздар. Сыртына мына суарған кезде артық су ақсын деп осындай керамикаға салып қойдым. Фикустың жағдайы өте жақсы. Егер фикустарыңыз мен сияқты өспей қалса, осылай макушкасын, яғни жоғарғы жағын қисаңыздар, новыйдан жаңа өркен оянып, сіздің фикусыңыз әрі қарай өсетін болады. Фикусымыз ыдысты толтырған тамыры, бірақ мен биыл пересадка жасамаймын, міне. Пока әзірше осы горшокта тұратын болады. Тағда алдағы уақытта видеолар болады. Өсіп, керемет болып жатса, сіздерге видео түсіремін. Фикус гүлін аптасына бір рет суарып тұрдым. Шөлдеген кезде суарамын. Көбінесе шөлдеп тұрып қалады. Яғни оған ештеңе болмайды. Мына горшоктың астында қарасаңыз, суарған кезде осы су осы жерге жиналады. Міне осы кезде шөлдеп тұрған сияқты тағда суаратын боламыз. Міне фикустың так. Басқа ештеңе жасап жатқан жоқпын. Бір-екі рет қана эпин шаштым. Және зиянкестерден бір рет қана өңдеу жүргіздім. Көбінесе тек суарамын. Тыңайтқыштардан декоративті жапырақтыларға арналған тыңайтқышты осы уақытқа дейін бір 3-4 рет қолдандым. Яғни айына 1-2 рет мен міндетті түрде бөлме гүлдеріме декоративті гүлдерге арналған тыңайтқышты құйып пайдаланып тұрамын. Сол флаконды сатып аламын. Флаконның сыртында қалай пайдалану керек инструкциясы жазылған. Сол инструкция бойынша пайдаланамын.
Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Естеріңізде болса, осыдан біршама уақыт бұрын фикусты қиған болатынмын. Енді міне арада біршама ай өтті. Қазір точно датасын экранға жазып кетемін. Фикус өсті. Яғни мына кескен жерден 1, 2, 3, 4, 5 жапырақ шықты, 6-шы жапырақ шыққалы жатыр. Мен қараңыздар, фикус керемет өсті. Өзінің әдемі формасына ие болды. Қараңыздар. Өте жеңіл топырақта тұр. Горшогы қатты үлкен емес, 1 литрлік горшокта тұр. Тамыры тен астына шығып кеткен. Өйткені мынадай ыдысқа сыртына салып қойдым. Су құйғанда астына қарай уже тамыры өсіп кетіпті. Енді бұл фикус осылай тұра берсе де болады, немесе үлкендеу горшокқа пересадка жасауға болады. Мен енді алдымыз қыс болғандықтан пока гүлге тиіспеймін. Гүлім осылай тұрады. Алла қаласа, келесі жылы көктемде горшогын үлкейтетін боламыз. Міне қараңыздар. Сондықтан фикустың тамыры тығыз орналасса, горшогы тығыз болса, ол биікке қарай өсе беретін болады. Осыдан шығаратын нәтиже, егер фикус қозғалмай бір орында тұрып қалатын болса, онда міндетті түрде жоғарғы жағын мен секілді қиып тастайсыздар. Сол кезде жанынан жаңа сабақ шығарып өсетін болады. Міне дала жел болғандықтан шамалы фикусымыз желге тұра алмай тұр. Енді үйге кіргіземін. Өйткені фикус үй жағдайында жақсы өседі, дала жағдайы оған ешқандай ұнамайды. Қазір жарық жақсы түсетін батыс терезеде тұр. Жарық жеткілікті, күн тек кешке түседі. Менде бұйырса қыста сол жерде қыстап шығатын болады. Орнын қозғамаймын. Тек сіздерге видео түсіру үшін далаға алып шықтым. Егер түсінбеген сұрақтар болса, комментарийда қойыңыздар. Егер ақпарат берген видео пайдалы болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Менімше фикусты өсіре алмай жүрген адамдар өте көп деп ойлаймын. Маған сұрақтар көп келеді. Мен сіздерге пайдалы ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.